Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 41-ші сабақты талқылаймыз. Сабағымыздың тақырыбы хронологиялық даталардың көмегімен өмірбаянымды жазамын. Дүбір сөз және туынды сөз. 15-ші жаттығу мәтінді рөлге бөліп оқы. Атасы Бекжанның білуге деген құштарлығына ерекше ден қояды. Ылғи жөн сілтеп отырады да жиі пысықтайды. Бекжан, сен кімнің баласысың? Атамның баласымын. Өзің кімсің? Қазақпын. Қайда тудың? Алматы қаласында. Сен қай тілде сөйлейсің? Қазақ тілінде сөйлеймін. Отаныңды білесің бе? Білемін. Менің отаным Қазақстан. Ер жеткенде отаныңа қызмет етесің бе? Барлық күш-жігерімді отаныма арнаймын. Мәтін арқылы Бекжанның өмірбаянын біле алдың ба? Бекжанның өмірбаянын білу үшін сендер қандай сұрақ қояр едіңдер? Сұрақ қою үшін төмендегі ақпаратпен таныс. Балалар, енді төмендегі тапсырмаларды орындап шығайық. Төмендегі ақпарат ол өмірбаян дегеніміз адамдардың өмірі туралы әңгіме. Өмірбаян адамның туған жылы, айы, күнінен басталады. Одан кейін тұрған мекен жайы, отбасында қанша адам тұратыны туралы баяндалады. Мәтін арқылы Бекжанның өмірбаянын біле алдың ба? Иә, білуге болады. Мәтіннен Бекжанның аты Бекжан екені, қайда туғаны, ұлты қазақ, тілі қазақ тілі, отаны туралы Қазақстан екенін білеміз. Бекжанның өмірбаянын білу үшін сұрақтар. Мысалы, сен қашан тудың? Қай қалада тұрасың? Отбасыңда кімдер бар? Қай мектепте оқисың? Саған қандай пән ұнайды? Болашақта кім болғың келеді? Міне осындай сұрақтарды қойсақ болады Бекжанның өмірбаянын білу үшін. Ата, ататай, қазақ, қазақша сөздерін салыстыр. Ата адам есімі. Атай еркелету, жылырақ айту түрі. Ал қазақ халықтың аты, ал қазақша қазақ тілінде деген мағынаны береді. Ай, ша жұрнақтары сөздің мағынасын өзгертеді. Еркелету немесе тіл, үлгі, сипат мағынасын қосады. 5-ші тапсырма өз өмірбаяныңды жаз үлгісімен. Өмірбаян. Менің атым Аяулым. Мен 2014 жылы 5 мамырда Алматы қаласында тудым. Қазір номері 25 мектепте оқимын. Отбасымызда 5 адам бар. Әкем, анам, ағам, сіңілім және мен. Мен қазақпын, қазақ тілінде сөйлеймін. Болашақта дәрігер болғым келеді. Мен өз отанымды сүйемін. 6-шы тапсырма туған туыстарыңды жақсы көруме және сезімді білдіру. Сөзбен мен сізді жақсы көремін. Рахмет, анашым. Іспен көмектесу, тыңдау, қамқор болу, ал ишарамен құшақтау, күлімдеу, қол бұлғау. 16-шы жаттығу. Суретте берілген жануарлардың атын пайдалану арқылы мәтінді толықтырып жаз. Халықтың жыл санау есебінде 12 жыл аты бар. Қазақша жыл санау бойынша жылдар былай аталады. 1 жыл басы тышқан, 2 жыл сиыр, 3 жыл барыс, 4 жыл қоян, 5 ұлу, 6 жылан, 7 жылқы, 8 қой, 9 мешін, 10 тауық, 11 ит, 12 доңыз. Төмендегі тапсырмаларды орындайық. Тышқанның қалай жыл басы болғанын қысқада нұсқа еске түсірейік. Ең ерте заманда хайуандар жылдың басы болуға таласыпты. Сол кезде тышқан барлық хайуандардың айтқанын тыңдап, соңында тышқан не айтарын білмей тұрады. Бір түрлі қулық ойлап, жиылған көпке айтады. Бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын. Өзгелері қарап тұрғанда түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостайды. Бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің өркешіне шығып отырады.
Көп хайуан таласып біз көреміз деп тұрғанда ең биікте отырған тышқанды көріп еш нәрсе демепті. Шығармашылық үзіліс. 17-ші жаттығу. Ойлан тап. Бір үлкен кісі сұраған соң жасымды айтып едім. Қозы жасында екенсің ғой деді. Түсінбесем де қайта сұрауға ұялдым. Қозы жасы деген нені білдіреді? Сұрақтың жауабын сөздіктен біліп ал. Сұрақтың жауабы: қозы жасы ол халықтың тіркес, яғни тұрақты сөз орамы. Мағынасы: қозы жасы баланың жас, енді ғана ер жетіп келе жатқан шағын білдіреді. Яғни 10-13 жас шамасындағы баланы немесе жасөспірім кезеңді осылай атайды. Неге қозы? Қозы жаңа туған, әлі жас мал. Сондықтан қазақ халқы баланың жастығын қозының жасы деп бейнелеп айтқан екен. Мысалы, қой, сен әлі қозы жасындасың, үлкендердің ісіне араласпа. Мағынасы: сен әлі кішкентайсың, тәжірибең аз, үлкендердің ісіне араласпа деген мағынаны білдіреді. Қысқаша, қозы жасы жас баланы, жасөспірім кезеңді айтады екен. Осымен тапсырмаларымыз бітті. Сабақ түсінікті болса сау болыңдар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.